Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге жасанды интеллектпен жұмыс жасаймыз. Ол Presentation A деп аталады, яғни презентация жасап беретін нейросеть. Енді Google-дың іздеу парағына жазамыз Presentation A деп. Содан кейін тілді ауыстырып аламыз. Ішін қазақшаға аударып аламыз. Енді бұның ішінде өзіңіздің кім болып жұмыс жасайтыныңызды анықтап жазасыз. Яғни ішін қазақшаға аударғаннан кейін көресіз, көшбасшылық, не болмаса мұғалім, студент, қаржы мәселесі бойынша, маркетинг саласы бойынша ма, қай сала болсын, презентация жасап береді. Енді таңдағаннан кейін, мұғалімдікті таңдағаннан кейін, мына жерде іздеу жолына өзіңіздің презентация жасайтын тақырыбыңызды жазасыз. Мен географиялық әдіс тәсілдер, географияның зерттеу әдістері туралы іздеймін. 11 сыныпқа арналған тақырып. Географиялық зерттеу әдістері. Осыған байланысты ақпарат алғым келіп тұр. Енді неше беттен тұратынын таңдаймын. Бұл жерде 15 бетке дейін тегін жасап береді слайдты. Тілін басқа да тілдерге аударып жасауға болады. Мысалы үшін армян тілі, араб тілі, ағылшын тілінде, орыс тілінде, қытай тілінде жасауға болады. Енді мына жерде негізгі мақсаты, міндеті, жалпы жоба сияқты жасап береді презентацияны. Егер онымен келіссеңіз, көкті басып, ары қарай жасауға мүмкіндік бересіз презентацияны. Шамалы 1 минуттай уақыт күтеміз. Жалпы нейросеттің ерекшелігі біздің уақытымызды үнемдейді, және де слайдты ерекше дизайнмен жасап беретін болады. Бізге презентация жасап бергеннен кейін, осының ішінде біз тілін ауыстырып, жазудың шрифтісін ауыстырып, фонын ауыстырып, өзгертіп алуымызға болады. Мен мысалы мына жерде 5 беттен тұратын ғана мысал ретінде презентация жасауға жібердім. Міне, географиялық зерттеу әдістері, жүйелері, қайда қолданады, қорытынды, жалпы дүниежүзі бойынша қандай салаларда осы географиялық зерттеу әдістерін қолданады екен, сол туралы ақпараттар жасап берді. Міне 5 беттен тұратын. Бірінші зерттеу әдістері, бөлімдері тұр біріншісінде міне. Екіншісінде географиялық жүйелер, GIS туралы ақпарат берген. Үшіншісі қашықтықтан зондтау, яғни жер бетін қашықтықтан түсіру. Одан кейін зерттеулердің түрлері қанша пайыз қай салада қолданады. Келесі қорытынды және болашақ зерттеу бағыттары дейді. Жалпы перспективасын беріп кеткен. Міне осындай. Енді бұны одан да күшті қылып жасатам десеңіздер, ақылы түрде жасатуға болады. Енді бұны достарыңызбен бөлісуге болады. Міне менде мына жерде маған жеңілдіктер беріп жатыр. Жоқты бастым. Себебі платный болып кетеді. Бұны мен қазір бөлісемін. Экспорттау арқылы достарыңызбен немесе өзіңізге бөлісіп аласыз. PDF түрінде, немесе PowerPoint түрінде жасап алсаңыз болады.